Аты жөнім Айтенова Гүлім. Осыдан бірнеше жыл бұрын құрбымның Саягүлдің басынан түсініксіз жайт өткен болатын. Ары қарай құрбымның өз аузымен баяндап берейін. Жоғары оқу орнында оқып жүрген кезімізде пойызбен жиі жүретінмін. Мерекелік демалыстар болса да шамалы күнге үйге барып келіп тұрғанды жақсы көретінмін. Әдеттегідей кешкі пойызыма отырдым. Демек ертеңгісін ауылымда болуым керек. Айналдырған 12 сағаттық қана жол болған соң жолға аса бір көп тамақ алған жоқпын. Бір бөтелке су мен шоколад қана сатып салдым. Негізі пойызға мінгенде шудың ортасында кітап оқығаннан гөрі жатып ұйықтағанды жақсы көремін. Көзім ілініп кеткеннен түн ортасына ауғанда шамамен 3-тер шамасында оянып кеттім. Айналамдағы адамдардың барлығы ұйықтап жатыр. Өзім дәретханаға барып, сақтық үшін қол сөмкемді тастамай алып жүремін. Бір жағынан темекі тартып келуге тамбұрға қарай шықтым. Шылым шөгуге келгенімде оттығымды таппай дал болдым. Ары қарадым, бері қарадым. Сөмкемнің еш жерінен таба алмадым. Вагонға кіріп, жолаушылардан сұрайын дегенімде ояу ешкім болмады. Амал жоқ, сөмкемді тағы да отырып, асықпай қарауға тура келді. Кенет мұрныма темекінің түтінінің иісі келді. Артыма жалт бұрылдым. Арқасын беріп, шашы ұзын қыз темекі тартып тұр екен. Бірден маған қарай бұрылды да оттығын ұсынды. Қуанып кеттім. Ойымда ештеңе жоқ. Темекіні тұтатуға кірістім. Алайда тұтанар емес. Ол қыздың қалай тұтатқанынан хабарым жоқ. Өзім еш тұтата алар емеспін. Көмек сұрайын деп қайта бұрылғанымда әлгі қыз ғайып болып кетті. Түк түсіне алар емеспін. Өздеріңіз білетіндей тамбұрға кіріп шыққан адамды байқамау мүмкін емес. Оның үстіне есіктердің дауысы да естілмей қоймайтыны анық. Не кіргенін, не шыққанын білдірмей пайда болды да жоқ болды. Қорқайын дедім. Жүрегімді қолыма ұстап дереу вагонға алып ұштым. Мүмкін вагонда отырған болар дедім. Алайда олай да емес. Қорқып барам. Дереу орныма барып жата қалдым. Сәлден соң жол серікті оятып алып әлгі қызды сипаттап жатырмын. Ондай адам болған жоқ деп ол кісі де бой берер емес. Сонда ол бейтаныс қыз кім болды екен? Елестету мүмкін емес. Өз көзіммен көргенім, темекісінің иісіне шейін сезгенім айдан анық.